Қалай мен Димаш Құдайбергеннің челленджінен Европаға жолдама ұтып алдым. Это я. 24 мамыр күні соңғы қоңырау іс-шарасынан соң мектеп түлектері үйіне тарқап жатты. Сол уақытта қоштасуға тренд түсірейік деген идеяны балаларға айттым. Оқушылар қуана келісті. Аз уақытта еш дайындықсыз трендті түсіріп тастадық. Мен ол уақытта конкурс жүріп жатқаннан мүлдем бейхабар едім. Видео 2 тәуліктің ішінде 3 миллион қаралым жинап таң қалды. Комментарийде сіз осы бірінші орын аласыз ау деп барлығы жазып жатты. Сол уақытта мен конкурсқа қатысып жатқанымды білдім. Содан аяқ асты Алматыға ұшаққа билет алып концертке жол тарттым. Челлендждің жеңімпазы Ақмоншақ Нұртаза дегенді естігенде қуанышымды жасыра алмадым. Алматылықтар мені түгел құттықтап жатты. Димаштың әр елден келген фанаттары құттықтап, өзімді бір сәт жұлдыз сезіндім. Челленджде мен ұтам деген атыраулық блогер оқушымен кездесіп, апай, мен ұтам деп келгенде сіз соңғы күні қайдан пайда болдыңыз деп бір күліп алдық. Керемет көңіл күйде Астанаға оралдық. 58-ші мектептің алтын әріптестерім қуанышпен күтіп алды. Қуанышымда шек болған жоқ. Бұл мен үшін ұмытылмас күн болды. Енді бізді Лондон күтіп тұр.